Баршамызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат. Біз бүгін барлығымыз жақсы көретін, сүйсініп жейтін винегрет салатымызды жасайтын боламыз. Ол үшін мен ең алдымен капустаның бір бөлігін ұсақтап, майдалап, жіңішкелеп турап аламын. Осылайша турап алған соң үстіне мен шамалап тұз себелеймін. Және де оны қасықпен араластырып, басқа да заттарымды турап алғанша оны кейінге қойып қоямын. Мінекей, енді мен піскен картопымды ұсақтап, көбіктеп турайтын боламын. Мен бұл жерде негізі 5 картоп, 1 моркоп және де 3 қияр, 3 шағын свекло, 1 жуаны дайындап қойдым. Ал сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасауларыңызға болады. Міне енді біз морковымызды тураймыз. Дәл осылай көбіктеп. Барлығын осылайша турап алып, негізі винегрет салатқа жуаны қоспай-ақ қоюға да болады. Негізі біздер өзіміз отбасымызбен жуа қосқанды жақсы көреміз. Жуа қосқан кезде басқаша бір дәм болады. Сіздер енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Енді мен манағы капустаның соғы, яғни суы шығып тұр, соны бетіне саламын. Және де оның үстіне тұз себелеймін. Дәміне қарай және де шамалап қара бұрышты қосатын боламын. Негізі бұл салатқа горох қосу керек. Горох қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Бұл жолы мен қосқан жоқпын. Және де оның үстіне май құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл жерде менің ыдысым шамалы тарлау болып тұр араластыруға. Сондықтан мен қазір үлкендеу ыдысқа ауыстырамын. Мінекей, осылайша барлығын араластырып, тұзын, бұрышын, майын барлығын осылайша араластырып аламыз. Күнделікті тамаққа қосып жегенге өте пайдалы, майонезсіз жақсы салат. Сіздер де жасап, күнделікті тамаққа осылай үй іштеріңізді қуантыңыздар. Егер менің рецептім ұнап жатса, комментарий қалдырып, лайк басып қойыңыздар. Және де менің әрбір рецептімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қойыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.